Бүгін баршаңызға сәлем аяла тәттілері. Бүгін кондитерге ең қажетті инструменттермен танысатын боламыз. Осы инструменттер бізге кондитерлерге ең маңызды, керекті дүниелер. Бізге ең бірінші айта кететін жайт ол әрине таразы. Таразы осындай алсаңыздар да болады. Скарлетт фирмасынан немесе кондитерлік дүкенінде 1000-2000 теңгелік арасында таразы алсаңыздар болады. Мен сіздерге суретін қалдырып кетемін. Бірақ мына Скарлетт фирмасы өте жақсы тараз. Мен бұны Сулпактан алғанмын. 7-8 теңгенің көлем арасында. Екінші бізде қажетті инструменттердің бірі ол әрине миксер. Ручной миксер алсаңыздар да болады, немесе планетарный миксер алсаңыздар болады. Бірақ начинающий кондитерлерге мен ручной миксерді кеңес берер едім. Себебі мен тек қана планетарный миксер емес, тек ручной миксер қолданамын. Мына жерде начинающий кондитерлерге самый бюджетный вариант Bosch фирмасын ұсынар едім. Бұл 4-5 теңгенің арасында тұратын миксерлердің бірі. Бұның мощності өте жақсы. Осыны қолдансаңыздар да болады, немесе Kenwood фирмасының миксерінде қолдансаңыздар болады. Бұл мен 7-8 теңгенің арасында алғам Сулпактан. Бұл да өте жақсы, мощності де өте керемет. Екінші айтатыным мен осындай раздвижной форма айтар едім. Бұл жерде бізде 16 сантиметрден бастап 30 сантиметрге дейін барады. Яғни үлкен торттарды жасай берсеңіздер болады. Яғни слайдерный торттарға асты. Қазіргі бізде стандарт размер 22-20 дециметрлі формалар жасай берсеңіздер де болады. Бұл өте жақсы. Бисквитті құйған кезде осындай қыстырғышпен қыстырып пісіре берсеңіздер де болады. Және бұны торт жинауға да өте жақсы қолданады. Міндетті түрде осы раздвижной форманы алыңыздар. Мен сіздерге кеңес беремін. Мен бұны алғаныма 5 жылдан асты. Өте жақсы качествосы. Форма бұл жерде осындай формалар алсаңыздар болады. Пирогтарға өте жақсы кетеді. Бұл жерде 26 дециметр үлкен творожный пирогтарға арналған форма. Бұл да өте жақсы. Бұны да мен 5 жыл бұрын алғанмын. Качестволары өте жақсы. Және екінші стандарт размер бұл 22 дециметрлік осындай форма. Бұған да сіздер пирог пісірсеңіздер де болады, немесе торт пісірсеңіздер де болады. Бізде насадкалар. Мен осындай 3 түрлі насадканы қолданамын. Мен ең баста кондитерлікті бастаған кезде өте көп насадка алғанмын. Сіздер ондай қателікті қайталамаңыздар. Тек 2-3 насадка алсаңыздар жеткілікті. Бұл жерде барлық насадкалардың номерлерін мен астыңғы описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Насадка бізде гуппи-пайға арналған насадка 15 мм немесе 808 номерлі насадка алсаңыздар да болады. Безелерге немесе красный барықтың үстіне крем құйған кезде соған қолданамын. Бұл да өте жақсы, капкейкелерге де өте жақсы болады. 6B. Үшінші насадкамыз бұл менің ең сүйікті насадкаларымның бірі, 1М деген. Универсальный насадка деп айтсам да болады. Себебі бұл жерде мен капкейкиді де істеймін, профитролиді де жасаймын, немесе торттарға узор жасауға да қолданамын. Осы 3 насадка мен ең сүйікті насадкаларымның бірі. Осы описание бөліміне міндетті түрде насадкалардың номерлерін қалдырып кететін боламын. Бұл насадкалар кез келген кондитерлік магазиндерде сатады. Силиконовый лопатка. Бұл осы лопатканы міндетті түрде алыңыздар. Бұл базарда 500-1000 теңгенің арасында тұратын насадка. Бұл өте жақсы. Кремдерге де, торттарға да шеттерін сырып тұрып алғанға, таза алғанға өте жақсы көмектеседі. Кез келген кондитерлерде болу керек дүние. Және де осындай пластмасс түрінде алсаңыздар болады. Бұл тортты түзілуге арналған. Осындай простой, самый простой алсаңыздар да болады. Маған өзіме осыны қолданып жүргеніне мен 4 жылдан асты. Темірі де бар. Темірінде алсаңыздар да болады. Бірақ маған темір ыңғайсыз болған дейді. Мен осы пластиковый түріне алған. Өте жақсы, түп-түзу болып шығады тортты. Және тағы да кондитерлерге өте қажетті дүние ол венчик. Мысалы мен бұны көбінесе миксерсіз пирогтар жасағанға қолданамын, немесе заварной кремді жасағанда қолданамын. Негізі өте жақсы дүние. Бұның жақсы качестволарында алсаңыздар болады. Мен самый простой вариантын алғам. Осының өзін қолданғаныма 2 жылдан асты. Достар, және де ең маңыздысы торт жасаған кезде бізге осындай поворотный столик керек. Яғни бұл менде самый простойы. Мен бұны 5 жыл алдын алғанмын, бірақ дәл қазір бағасы қанша екенін білмеймін. Дәл осынан темір түрлері де бар. Темір түрлерінде алсаңыздар болады. Ол өте жақсы качествода. Оны тортты түзілеген кезде
жақсы түзіледі, бірақ мына простой вариантта. Бірақ қазір начинающий кондитерлерге осыны алуға кеңес берер едім. Мен осы тортты бастағаныма 5 жылдан асты, мен бірақ дәл осымен әлі де қолданамын. Қараңыздаршы, өте жақсы. Тортты үстіне қойып, мен түзіле береміз дәл осылай. Мен ала қаласа алда әлі өте көп видеолар шығарамын. Тортты қалай түзілу керек екенін, тортты қалай жинау керек екенін, сол кезде осы заттармен мен қолданатын боламын. Кондитерный мешок, мен бұл жерде одноразовый мешоктар алдым. Мен осындай 100 штугын бірден алып қоямын. Осындай одноразовый мешоктар алсаңыздар да болады. Дәл осы одноразовый мешоктың многоразовый түрлері де болады. Яғни күнделікті қолдана беретін, жоқ қолдана беретін де болады. Бірақ ол маған өте ыңғайсыз болғандықтан мен осындай одноразовый мешок қолданамын. Яғни осы мешокқа кремді салып, кремді арасына жаға берсек те болады. Немесе капкейк жасайтын болса, осы насадканы ішіне салып, мына жерін кесіп, ішіне крем салып, насадкамен қолдана берсеңіздер де болады. Достар, және кетіп тұратын болсаңыздар, мен кейде осындай одноразовый қағазға дәл осындай формаға осылай салып кексті пісіремін. Немесе осындай форма алсаңыздар да болады. Кстати, бұл менің тортты бастаған кезде ең алғашқы алған инструменттерімнің бірі. Білмеймін не екенін, бірден осы тортты бастаған кезде ең бірінші алған дүнием осы. Маған өте ыстық көрінеді. Сол үшін осыған көбінесе үйге бала-шағама пісіріп беремін. Капкейкі жайында айтып кетейін. Капкейкиді осылай одноразовый капсулаға пісірсеңіздер де болады. Немесе мындай қағаз, арзандау қағазға, мынандай ыдысқа салып пісірсеңіздер де болады. Мен тапсырысқа жасаған кезде капкейкиларды осындай одноразовый капсулаға пісіремін. Өте ыңғайлы. Осыны пешке салып пісіре берсеңіздер де болады. Так, енді бізде соңғы айтатыным, пергаментный қағаздар жайлы айтқым келіп тұр. Мына жерде менде тефлоновый коврик, кондитерный магазинде мен 300 теңгеге алғанмын. Осындай үлкен болады. Осы үлкен түрін екіге бөліп жасаймыз. Тефлоновый ковриктің бір ерекшелігі, бұны многоразовый. Мысалы, сіздер осыны қолданып, ары қарай жуып, ары қарай қолдана берсеңіздер де болады. Осыны күнделікті пайдалануға болады. Мен медовый торттарды көбінесе осы тефлоновый коврикке пісіретін боламын. Сосын айта кететін жай, тортты түзілуге, яғни тортты крем жағуға осындай лопатка қолдансаңыздар да болады. Бұл міндетті түрде осыны алыңыздар. Торттың арасына жаққан кезде осымен ыңғайлы. Мынандай лопаткамен сіздер жаға алмайсыздар тортқа біркелкі етіп. Сол үшін мынандай лопатка міндетті түрде алыңыздар. Мен сіздерге барлық кондитерлік заттарға керек заттардың дүниелерін бәрі мен аттарын описание бөліміне қалдырамын. Және достар, пергаментный бумаганың одноразовый алғаныңыз келсе, мына жерде менде Вербовита деген фирманың қағазын алғанмын. Бұны 3800 теңгеге алған едім, бірақ ішінде өте көп, мынаның көбісін жартысын почти пайдаланып қойғанмын. Мынаны осылай кесіп пайдалана берсеңіздер болады. Кондитерлік магазинде бұлай көптеп алмаймын, әзірше маған начинающий кондитер болған екен, көбірек алмаймын дейтін болсаңыздар, кондитерлік басқа да пергаментный бумагалар бар, олардың бағалары 1500-2000 теңгенің арасында болады. Және Поклан фирмасындағы пергаментный қағазын алсаңыздар да болады. Міне достар, міне бізде кондитерлерге қажетті топ инструменттердің бәрімен таныстырдым. Тортты оқимын, тортты бастаймын деген ниеттеріңіз болатын болса, менің видеомды міндетті түрде көріп, керек дүниелерді алып алыңыздар. Өте көп заттар қажет алмаңыздар. Дәл осы бізге топ ең маңызды керек дүниелеріміздің бірі осы видеода айтылған. Осы торттарды қалай түзілу керек екенін, осы торттарды қалай уравнивание жасау қажет болатын болса, менің онлайн мастер-классым бар, және де ол өте қолжетімді бағада. Сол онлайн мастер-классымды оқып, осылай торттар жасап үйренсеңіздер де болады. Видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліңіздер. Алла қаласа алда әлі өте көп пайдалы видеолар, пайдалы рецепттер шығатын болады. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.